Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталында берілген объявлениені мерзімінен бұрын ашатын боламыз. Мына жерде 2 ноябрь күні итог шыққан, завершен болып тұр статусы. Соның ішін ашып қарайтын боламыз, кім ұтып алғандығын білу үшін. Объявление аштық. Количество поданных заявок біреу болып тұр, сол себептен закупка не состоялась болып тұр. Ешқандай договор ештеңе жасалмады. Қайтадан рабочий кабинет и мои объявления кіретін боламыз. Мына жерде опубликован прием заявок болып шығып тұр. 7 ноябрь күні итог ашылады. Яғни әлі бұл итоғы шыққан жоқ. Біз осыны ашып қарайтын боламыз. Бұл жаңағы бір қатысушы, соған автомат түрде портал өзі жіберді. Сол IP-ға. Оны завершен болған кезде протоколдың ішінен көре аласыздар, қай поставщик шыққанын. Сол поставщикке қайтадан автомат түрде 5 рабочий күнге жіберетін болады. Доступный действия кіріп қарасаңыздар, вскрыть закупку деген шығып тұрса, яғни бұл поставщик өзінің бағасын қойған, яғни мерзімінен бұрын бұл объявлениені вскрывать етуге болады деген сөз. Яғни бұл из одного источника по несостоящим болып табылады. Сіздер берілген ценовойды былай тоқтап тастамаңыздар. Вскрытьті бастық, вы действительно хотите вскрыть заявку деген кезде, тағы да вскрыть заявку басасыздар. Вскрытие успешно жасалды деп шығып тұр. Бүгін негізі 2 ноябрь, ал бірақ бізде 7 ноябрьде итог шығу керек еді. Доступные действия посмотреть заявкой кіріп, голос беретін боласыздар. Сіздер объявление директормен берген болсаңыздар, сол директормен голосование бересіздер. Мына жерде қараңыздар, контроль голосование деп тұр. Соның ішінде голосование бізде әлі жасалмаған. Заявканың ішіне кіріп, сол поставщиктің лотына кіресіздер. Дәл осы жерге егер сол ценамен келіскен бәрі дұрыс болса, допущен батырмасын басып сақтайсыздар. Дәл осылай жасап болғаннан кейін аста голосовать батырмасын басасыздар. Вернуться к заявке батырмасын басып, контроль голосования кіріп, завершить голосование батырмасын басасыздар. Бұл яғни завершение аяқталды. Бұл голосованияны қайтадан возобновить етуге болады. Отменить басып, возобновить голосование деп шығып тұр. Егер қателесіп кеткен болсаңыздар. Содан кейін доступный действиеге барып, сформировать протокол итогов батырмасын басасыздар. Басқаннан кейін, мына жерде общий деп тұр, лоты. Содан кейін 4-ші тұрған протоколыға кіріп, протоколға қол қоятын боласыздар. Бұл жерде кімнің жеңгені, кімнің анықталғаны барлығы белгілі. Бізде бірақ поставщик сол қатысты. Астына подписать батырмасын басасыздар. Көп жағдайда осы жерде қол қойылмай қалады. 2-3 рет қол қою керек, немесе сақтап алып. Болғаннан кейін опубликовать протокол итог батырмасын басасыздар. Содан кейін мои договорға кіріп, бұл поставщикке договор жібере бересіздер. Договор жібергенде из одного источника по несостоящим закупкам таңдап, батырмасын басып договор жібересіздер. Товар болса товар, услуга болса услуга, работа болса работа. Бізде міне жеңіске жеткен победитель аты жөні шықты. Осыған дейін бізде анық болған жоқ. Біздер мерзімінен бұрын ашып тастадық. 7 ноябрь күні сағат 18:00-де ашылу керек еді. Біз уақытынан бұрын міне ашып тастадық. Егер ақпараттар ұнаса, лайк басып, комментарий басып қойыңыздар. Және де таныс адамдарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Жаңадан үйреніп жатқан адамдар болса, бұл таптырмас ақпарат деп ойлаймын. Пайдалы болса, өте қуаныштымын.